Hayırlı gün dostlar. Assalamualaikum. Aleykümselam. Aleykümselam. Жақсы көрдіңіз. Аман сен жақсы. Құдай деп өздеріңіз қалай? Бөлтірік шешен ауылындағы кеңес қой, кеңес ауылы ғой. Бұл кеңес ауылды округі, Бөлтірік шешен ауылы. Бұл жерде кеңес ауылды округінде 2 мектеп бар. Біреуі Бөлтірік шешен ауылы Шоқан атындағы орта мектеп. Біреуі Көшек Батыр ауылындағы Жамбыл орта мектеп. Міне жүріңіздер енді. Ассалаумалейкум. Карантиндік жағдайларда қалай жұмыс істеп жатсыздар? Бізде көрсетеміз. Кіріңіздер. Антисептик артыңызда. Мына антисептик. Қанша бала оқиды? Бізде жалпы 159 бала оқиды. Түске дейін жалпы 80 бала оқиды. Түстен кейін 6 бала оқиды. Бізде уақыт өзгереді. Отоплениесі Отопление бар, бізде паровой котельный шағыдық. Бір жерде де су бар. Кезексіздердің жасалады. Кабинеттерде әр қатыға 2 стар қойылған, барлығы бар. Түгел. Санитарлық жағдай сақталған. Барлығы түгел. Bu yerde de sanitary жағдайлар сақталған. Міндет. Санитарлық жағдай бір оқушыны отырады, барлығы. Түгел. Бұяқта орын жоқ еді. Бұяқта жоқ. Жаңа физика кабинеті бар. Кім Данияр? Қашан берілді? Мектеп 2009 жылы берілді. Қайда ауысымдар оқиды. Мияқта бар. Ayıplarına geçirildi. Anlamadım. Ayıplarına geçirildi koydular. Sonra su var. Su var. Ama ben septik. Miyakta da hastanede yerleşti. Kaynakları var, koydular. Geografiye gelmekten bir de fazla okutmuş bunlar. Температурный режим Жақсы. бар екен. Ол шүкірмеген мысалы. Ол шүкірмеген. Адам көмегінен температура сақты. Төмен астында. Міне кәмпеге бар. Айтылып үстінде отыра қойыңыздар. Міне температура режим бар. Кіп түсіңіз. 17 градус. 20 градустан төмен болмау керек. 20-дан төмен болмау керек. Сіздерде 17 қай жолдарда болады? Мысалы 20-дан төмен болмау керек. Ояқта кабинеттер үшін жеке кабинеттер. Жеке кабинет. Міне кабинеттің оқуының біршіліктері бар. Жақсы жылы беріледі. Рахмет. Мына жаңағы мектептің түлектері. Әлімбай, Батақай, Мектептің түлектері барлығы. Балықбай, Тәкер, осы бітірген ба? Біз бітірген. Салмасы, Далабай, Елдос, Далабай, Сандос. Чеп болған бізде. Астында 7-ші класстасыңдар.
Asqarbek ardın eles mi? Aqa ardın bizde aqa осы біздің Ya Baqaray Fadilbek Aqa бізді бітірген аqa. Köşede var nasıl şaramız biraz çalır da dış. Yine de kaslar var. Cimnaş yoktur. Cimnaş kaynettir. өйткені күн жақ болғаннан кейін жемей тұрады. Иә. Температурасы көтеріліп Жақсы кішкене мынау көлемі кішкене Исламбек мынау көлемі сен салқын ол 16-10 минут болып тұрады. Адам бәрі жақсы. Қанша деген көлемі есіп алу керек. Қасым Жомарт Кемелов. Жолдан бар. Мынау қазір 9 класс отыр. Gelin. Saymasın. Tamam olmuş kalırız. Yok, bugün çıkarsın 15 dolar otur. Temperatürün rejimi. Ben de Pasta. Karanlık. Ben de kep sürünüzde bunu. Bir yakta jogarda. Abi. Bu yakta. Taş yok, ofattan yok bu yaktanın. Осы спорт залды көрдіңіз, актив залды. Көріп тұрсыздар. Күн жақта 25-20 градустан сәйкес келіп тұр, өйткені әрбір панелерде осындай 20 неден жоғары болып тұру керек, өйткені әрбір мектептің градусы, бұл айтқан әрбір үй секілді, ал мынау көлеңке жағында енді 20 градусқа жетпейді, 17-18 температураны көтеріп тұр, ол жаққа кішкене отопленияны жасап беру керек. И сіздерге тағы бір ескерту, аяқ киім антисептик деген мен сіздерден байқаған жоқпын. Аяқ киім келіңізші. Аяқ киім антисептик деген мен байқаған жоқпын, өйткені мен білгеннен бастап мен деген бәрін қарап көріп жүретін адаммын, өйткені аяқ киім антисептик керек болса әрбір сыныптың алдына қойып қойдым. Ол міндетті атрибут, өйткені аяқ киім аяқпен де даладан аяқ киім ол деген жасалу керек. Сыныптарда коридорлардың несінде бала ғой, өйткені бала ол далада ойнап келеді. Баланы анамен тоқтата алмайсың, мынаумен тоқтата алмайсың. Сол аяқ киім антисептигін көптеп алып, ол бір мектептен бір-екеуі ол деген ешқандай емес. Одан сізде кварц бар ма? Кварц жоқ бар. Тағы бір міндеттелген нәрсе ол кварц. Осы білім бөлімі қаражат бөліп жатыр ғой. Осы референт. Но енді қанша уақыт болды енді бұл пандемиялық жағдайда кварц жоқ деген нәрсе өте ұятты. Мен сол үшін осы нәрсені білім бөліміне және білім басқармасына жолдаймын. Мынау ауылды шалғай елді мекендегі мектепте кварц жоқ деген өте ұятты деп білемін. Рахмет.